Бұл оқиға 1941 жылы болды. Кішкентай мысық немістердің кемесіне тап болады. Содан ол өзінің қорқынышты өсімдігін жібереді. Ха-ха-ха-ха, ойнап айтам. Бұл оқиғаны маған досым айтқан болатын. 2 жыл бұрын болған оқиға. Алина сүйікті мысығымен бірге пәтерде жалғыз-тұрды. Ол оны қатты жақсы көреді. Олар бірнеше жыл бір пәтерде тұрды. Әдеттегідей ол түнде ұйықтауға жатты. Бір кезде ұйқылы ояу мысықтың дауысын естиді. Алина мысықты қараңғыда көруге тырысып, кереуеттің жанында тұрған шкафқа қолын созып, жылы нәрсеге қолын тигізді. Ол оны қатты сипап, көзін жұмды. Шамасы ол ұйықтағысы келді. Мысық төсегіне секіріп түсіп, көрпе астына кіріп кетті. Кейін кереует қатты салбырап кетті. Алина бұл мысық емес деді. Аяғының жанында ауырлық сезімін қайта сезгенде ұйықтап кете жаздады. Оның жанында ауыр біреу отырды. Алина қорқып қатып қалды. Бірақ мысығым 30 күн бұрын қайтыс болды ғой. Көрпенің астында біреу иіскелеп қатты демалып жатты. Алина аяғын өзіне қарай тартып қозғалуға қорқып отырды. Бұл жаман түс сияқты көрінді. Ол оның мысығы емес еді. Сол кезде оның ішінде не екенін білгісі келді. Бірақ неге ол бөлмеден бірден жүгіріп шықпады? Жарықты жақпады. Бірақ өзі қараңғыда көрпені көтерді. Алина 2 жарқыраған көзді, қою қызыл бет, кездейсоқ қозғалатын 2 қол мен саусақты көрді. Кенет ол өзінің ас үйінен оянып кетеді. Бұл жай түс еді.